Көкжиекпен астасқан кең далада, көне керуен жолдарының тоғысқан тұсында орналасқан Түркістан шаһары сол заманда рух пен сауданың, сыр мен тағдырдың мекені еді. Мұнда Тараз бен Отырар тарапынан келген керуендер аялдап, алыс сығанақ пен Сауран жұртынан жеткен хабарлар бір-бірімен араласып, ел ішіндегі әр тағдырдың жібін жалғап жататын. Сол шаһарда базардың ушуы мен мешіттің азаны араласқан тіршіліктің арасында бір-бірін көрмей-ақ сүйген екі жан өмір сүрді. Бірі зерделі, жүрегі нәзік Жанерке, әкесі Шымкент жақтан келген дәулетті саудагердің қызы еді. Екіншісі сөзге шешен, бірақ тұрмысы жұпынылау, Қызылорда маңынан келген жас жігіт Әлихан. Олар алғаш рет жүзбе-жүз кездеспеген. Олардың арасын жалғаған қағаз бен қалам ғана. Бәрі бір кездейсоқ хаттан басталды. Жанерке қателесіп басқа адамға арналған хатты алып қояды. Сол хатта жазылған сөздер жүрек түбінен шыққан шынайы сыр, өмірдің мәні, жалғыздықтың мұңы еді. Бұл сөздер оны беймәлім жанға жақындата түсті. Ол жауап жазды. Сол сәттен бастап екі жүрек бір-біріне хат арқылы жол тапты. Әр хат бір әлем, әр сөйлем бір сезім. Әлихан өзінің жан сырын бүкпесіз жазатын, дала туралы, жалғыздық туралы, армандар туралы. Ал Жанерке болса әр сөзін әсемдеп, нәзік сезіммен өрнектейтін. Уақыт өте келе, олардың хаттары жай сөз алмасу емес, жанның үндестігіне айналды. Күндер өте берді. Хаттар көбейді. Сезім тереңдеді. Бірақ олар бір-бірінің жүзін әлі көрмеген еді. Ал тағдыр болса, үнсіз ғана өз өрнегін тоқып жатты. Уақыт өте келе, Түркістан шаһарының әр күні олардың сезімін тереңдетіп, әр түні хатқа айналған сырларды көбейте түсті. Таңғы азанмен бірге басталған тіршілік кешкі шапаққа ұласқанда, екі жүрек бір-біріне жететін жалғыз жол хат екенін анық түсінген еді. Тараз бен Отырар арасындағы керуен жолдары қаншалықты ұзақ болса да, олардың арасындағы сезім одан да ұзын, одан да терең болатын. Әлихан әр хатын ерекше ықыласпен жазатын. Ол кейде сығанақ даласының тыныштығын, кейде Сауран маңындағы кешкі самалды сипаттай отырып, өз жүрегіндегі бос кеңістікті Жанеркеге арнайтын. Оның әр сөйлемінде аңсау бар еді, әр сөзінде сағыныштың сазы. Ол қызды ешқашан көрмесе де, оны жан дүниесімен танып алғандай сезінетін. Ал Жанерке болса, әр хатын жазар алдында ұзақ ойланып, әр сөзін жүрегінен өткізіп барып қағазға түсіретін. Оның бөлмесінің терезесі Шымкент жаққа қарағандай көрінетін. Бірақ ол үшін әлемнің барлық бақтығын. Ол өз хаттарында үміт туралы, тағдыр туралы, кейде тіпті қорқыныштары туралы да ашық жазатын. Оның жанында біреу бардай, бірақ сол біреу қол жетпес алыста тұрғандай сезілетін. Бірақ бұл мөлдір сезімнің арасына көлеңке түсе бастады. Жанеркенің жақын туысы сырт көзге сабырлы, бірақ ішкі әлемі қызғанышқа толы жан, олардың хат алмасуын байқап қалады. Алғашында ол жай ғана қызығушылықпен қарады. Бірақ уақыт өте келе, бұл байланыс оның ішінде түсініксіз ашу мен қызғаныш оятты. Ол Жанеркенің бақытты болғанын қаламады, немесе бәлкім өзі түсінбеген сезімнің тұтқынына айналды. Сол сәттен бастап бәрі өзгере бастады. Кейбір хаттар жетпей қалды. Кейбір жауаптар кешікті. Ал кейбір хаттар мүлде басқа мазмұнда болды. Әлихан бір күні бұрынғыдай жылы жауаптың орнына суық, түсініксіз сөздерге толы хат алды. Онда Жанерке оған сенбейтінін, оның сөздері жалған болуы мүмкін екенін меңзегендей еді. Бұл хат оның жүрегіне күмәннің алғашқы дәнін септі. Ал Жанерке болса, керісінше Әлиханнан алыстап бара жатқандай жауаптар ала бастады. Оның сөздері бұрынғыдай нәзік емес, салқын әрі қысқа болатын. Бірте-бірте ол өзін жалғыз қалғандай сезінді. Шындық олардың арасында емес еді. Шындық хаттардың арасында жоғалып бара жатты. Қызылорда мен Түркістан арасындағы жол қаншалықты алыс болса, енді олардың жүректері де дәл солай алшақтай түсті. Екеуі де бір-бірін кінәламады. Бірақ екеуі де бір-бірін түсінбей қалды. Сезім бар еді. Сенім жоғала бастады. Ал сенімсіз махаббат тамырына су жетпеген гүл секілді еді. Күндер жылжып, уақыт өзендей тоқтаусыз ағып жатқанда, Түркістан шаһары бұрынғыдай күйбең тіршілігін жалғастыра берді. Базардағы дауыстар, мешіттен шыққан азан, керуендердің сылдыры, бәрі өз орнында.
Тек екі жүректің арасындағы үнсіздік қана бұрынғыдан да ауырлап, сезілмейтін қабырғаға айналған еді. Әлихан енді хат жазғанда бұрынғыдай толқымайтын болды. Қағаз алдында ұзақ отырып бастай алмай қалатын кездері көбейді. Кейде жазғанын жыртып тастайтын. Себебі оның жүрегінде сенім мен күмән қатар өмір сүре бастаған еді. Бір кездері жанын жылтып тұрған сөздер енді күдік тудырып, әр сөйлемнің астарынан суықтық іздейтін күйге түсті. Ол сығанақ даласына ұзақ қарап, бәрі рас па еді деген бір ғана сұрақпен арпалысатын. Ал Жанерке үшін бұл кезең тіпті ауыр өтті. Оның әр күні күтуге айналды. Ол бұрынғыдай хат алып, жүрегі елжіреп қуанбайтын болды, керісінше әр келген хаттан қорқатын болды. Себебі онда бұрынғы жылулық жоқ еді. Әлиханның сөздері өзгерген сайын, оның жан дүниесі де біртіндеп сөніп бара жатты. Ол тараз жақтан келген жолаушылардан, отырар арқылы өткен керуендерден беймәлім хабар күтетін. Бірақ ешкім оның ішкі әлеміндегі өзгерісті түсіне алмады. Бір күні хаттар мүлде тоқтады. Алғашында екеуі де бәлкім кешігіп жатқан шығар деп үміттенді. Бірақ күндер аптаға, апталар айға айналғанда үнсіздік шындыққа айналды. Ешқандай түсініктеме жоқ. Ешқандай қоштасу жоқ. Тек бос кеңістік. Жанерке ұзақ уақыт бойы соңғы хатын қайта-қайта оқыды. Сол бір суық, алыстаған сөздер оның жүрегінде жаңғырып тұрды. Ақыры ол бір шешімге келді, бұл байланыс аяқталды. Әлихан да дәл солай ойлады. Екеуі де бір-бірін жоғалтты. Бірақ шын мәнінде олар бір-бірін емес. Шындықты жоғалтты. Уақыт өте келе тағдыр өз жолмен жүрді. Жанерке басқа әулетке ұзатылды. Бұл шешім оның еркінен тыс қабылданса да, ол қарсы болмады. Өйткені жүрегі онсыз да бос қалған еді. Ал Әлихан болса, алыс сапарларға аттанып, Сауран мен Қызылорда далаларын кезіп кетті. Ол өзін жұмысқа, жолға, тіршілікке арнауға тырысты. Бірақ кей түндерде ескі сезім қайта оянатын. Сол бір жазылған хаттар, айтылған сөздер, көрмеген бейне, бәрі жүректің бір түкпірінде тірі қалды. Олар бір-бірін ұмытуға тырысты. Бірақ ұмытылған жоқ. Тек қайта табылмайтындай болып жоғалды. Жылдар сырғып өтті. Кеше ғана жүректі өртеген сезімдер енді уақыттың терең қатпарында көмескіленген елеске айналғандай. Бірақ кейбір естеліктер бар, олар ұмытылмайды, тек үнсіздікке сіңіп, адаммен бірге өмір сүре береді. Түркістан баяғы қалпында күн сайын базар қайнап, керуендер келіп кетіп, тіршілік өз ырғағымен жалғасуда. Бірақ осы тіршіліктің ішінде бір кезде қатар соққан екі жүректің тағдыры екі бөлек арнаға бұрылып кеткенін ешкім білмейді. Жанерке енді бөтен шаңырақтың иесі. Оның жанары сабырлы, қимылы орнықты, сөздері байсалды. Сырт көзге ол бақытты әйел секілді көрінеді. Бірақ кейбір кештерде, әсіресе аспанды қызғылт шапақ бояған сәттерде, ол терезе алдында ұзақ тұрып қалады. Сол бір белгісіз сағыныш кеудесін кернеп, өткеннің үнсіз елесін қайта тірілткендей болады. Ол тараз жақтан ескен желге құлақ түріп, жүрегінің түбінде қалған бір есімді іштей ғана қайталайды. Ал Әлихан, оның тағдыры жел айдаған бұлттай әр тарапқа шашылды. Ол сығанақ даласында, отырар жолдарында артқа тастап ұзақ сапар кешті. Өмір оны шыңдады, сабырға үйретті, бірақ жүректегі бір бос кеңістікті толтыра алмады. Кейде түн ортасында оянып кетіп, неге екенін өзі де түсінбей, алысты ұзақ қарайтын. Бір күні тағдыр оларды тағы да бір мекенге жақындатты. Көп жыл өткен соң, ескі бір үйді жөндеу барысында сандық табылды. Сол сандықтың ішінде сарғайған қағаздар, жетпеген, жіберілмеген, жоғалған хаттар жатты. Бұл хаттар бір кезде екі жүректі жалғаған, бірақ жолына жете алмаған шындықтың үнсіз куәсі. Хаттар оқылды. Сөздер тірілді. Шындық ашылды. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Ешкім ешкімді алдамаған. Ешкім ешкімнен бас тартпаған. Олардың арасын ажыратқан адамдар емес. Жоғалған хаттар еді. Бірақ уақыты өз үкімін әлдеқашан шығарып қойған. Жанерке де, Әлихан да өз тағдырларына байланып қалған еді.
енді бәрін өзгерту мүмкін емес болатын. Олар бір-бірін қайта тапқан жоқ. Тек бір шындықты ғана білді, олардың махаббаты жалған емес еді. Сол күннен кейін олар қайта кездеспеді. Бірақ бұл жолы жүректерінде күмән жоқ еді. Тек кешігіп жеткен ақиқат қана бар еді. Және кейбір махаббаттар уақытынан кеш түсінілгендіктен мәңгіге аяқталмай қалады.